Қайырлы күн, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге борщ сорпасының рецептімен бөлісетін боламын. Борщ тағамы орыс халқының сүйікті тағамдарының бірі. Бұл рецептпен жасасаңыздар, борщ сорпасы өте дәмді, керемет болып шығады. Сол себеппен де видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Әлбетте, бұл сорпаның дәмі өте керемет болып шығатынына кепілдік беремін. Сондықтан да, достар, видео пайдалы болса, менің қазақ тілді YouTube каналымның дамуына барынша өз үлестеріңізді қосып, YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Видео ұнап жатса лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Ингредиент мөлшерлерінің барлығын описание бөліміне жазып кетемін. Борщ сорпасына ерекше дәм беретін чесноктың жасыл шөбі және де қызылша. Ең алдымен қазанымызды қыздырып, сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымыз қызам дегенше жуа, яғни пиязымызды жіңішке формада тураймыз. Пиязымызды жіңішке формада турап болғаннан кейін ортасын бір рет пышақпен кесеміз. Келесі кезекте етімізді 4 бұрыш формада турайтын боламыз. Қатты үлкен емес, қатты майда емес, орташа көлемінде еттеріміздің барлығын турап шығамыз. Ендігі кезекте қызған майымызға жаңа туралған пияз бен етіміздің барлығын саламыз. Ет пен пиязды жақсылап араластырып, қазанның крышкасын жауып, 20 минутқа бұқтырып қоямыз. 20 минут көлемінде борщ сорпасына қосылатын көкөністерімізді тураймыз. Бірінші кезекте сәбізімізді ұзынша етіп турайтын боламыз. Одан кейін картопымызды 4 бұрыш формада тураймыз. Келесі кезекте қызанағымызды майдалап турап, барлығын қазанға салып, үстіне чесноктың жасыл шөбін және де болгарскийді қосып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырып, қазанның крышкасын жауып қоямыз. Ендігі кезекте қызылшамызды өте майдалап тураймыз. Неліктен майда десеңіздер, қызылшаның пісу уақыты көп уақытты алады, сондықтан да барынша майда болғаны дұрыс. Егер де майда болған жағдайда қызылшамыз тез піседі. Мінекей, мен осылай ұзынша соломка формада турадым. Келесі кезекте капустамызды өте майдалап турайтын боламыз. Бұл капуста қайнатылған, негізінде айырмашылық жоқ. Қайнатылған немесе де қайнатылмаған болса да, мен бұл капустаны голубцы тағамынан артылғаннан кейін осы борщ сорпасына қосатын боламын. Егер де голубцыды сіздер осы капустамен жасап көрмеген болсаңыздар, мен описание бөліміне дәл сол тағамның рецептін қалдырып кеткен болатынмын. Міндетті түрде осы капустамен дайындалған голубцы тағамын жеп көріңіздер. Дәмі өте ерекше және де дәмді болып шығатынына кепілдік беремін. Мінекей, капустаның барлығын турап болдым. Өздеріңіз видеода көргендей капустамызды өте майда етіп турадым. Барлығын турап болғаннан кейін қазанның крышкасын ашып, қызылшамыз бен капустаны салатын боламыз. Келесі кезекте шанышқының көмегімен төменнен жоғары қарай қозғайтын боламыз. Барлығы араласуы керек. Біздің бұл тағам негізі диеталық тағамдарға жатады. Тек құрамына кішкене ғана сұйық май қосқаны болмаса, барлығы көкөністер. Келесі кезекте біздің сорпамызға ерекше дәм беретін бұл бульон, яғни дәмдеуіш приправа. Бульонды үгітіп болғаннан кейін қазанға саламыз. Дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз. Мен осы Қытай тұзын қолдандым. Бұл Қытай тұзы тұз және де приправа, яғни дәмдеуіш ретінде кете береді. Үстіне шашлычный приправа және де аз тұзын қосамыз. Айтпақшыдай, мен лавровый листті салған болатынмын, бірақ ол кадр түспей қалған. Одан кейін қара бұрышымызды қосып, үстіне томат, немесе томат болмаса, банкаға жабылған салаттарымызды 3-4 ас қасықпен саламыз. Барлығын салып болғаннан кейін шанышқымызбен жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін
қазанның крышкасын жауып, жарты сағатқа бұқтырып қоямыз. Жарты сағаттан кейін үстіне су құямыз. Судың мөлшері жаңағы көкөністерден сәл биіктеу болуы керек. Борыштың пісіп-піспегендігін капустамен етке қараймыз. Етіміз жұмсақ, капустамыз да жұмсақ болса, демек біздің борыш сорпамыз пісті деген сөз. Мінекей достар, борыш сорпамыз, борыш тағамы дайын болды. Бұл сорпа диеталық тағамдардың бірі. Дәмі өте керемет, ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап көруге кеңес беремін. Борыш сорпасы орыс халқының сүйікті, ең көп жейтін тағамдарының бірі. Неліктен орыс халқының ата-әжелері көп ұзақ өмір жасайды десеңіздер, осындай жеміс-жидектер, көкөністерді жеп, жасыл шөп өнімдерін жеп, денсаулықтарын күтіп, ұзақ ғұмыр жасайды. Негізінде таблетка витаминдерге қарағанда жеміс-жидектер, көкөністердің ішіндегі, яғни құрамындағы витаминдер мың есе артық болып табылады. Сіздерге де кеңес етер едім, осындай витаминдерге толы тағамдар пісіріп ішуге. Айтпақшыдай достар, менің YouTube каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің және де Pinduoduo курсының от и до сабақтары түсіндірілген. Сіздер менің YouTube каналымды тіркелсеңіздер, вообще өкінбейсіздер.